Баршаңызға қайырлы күн. Дәмі керемет болып шығатын Марс тортын дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бисквит дайындаудан бастаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сүтімізге сұйық майымызды және тұзымызды қосып, барлығын араластырып, бір шетке қоя тұрамыз. Сонан соң құрғақ ингредиенттерімізді өзара араластырамыз. Менде ұн, қопсытқыш және какао. Жұмыртқамызға құмшекерімізді сала отырып, осы массамыз ұлғайып, көлем жағынан ағарғанша миксерлейміз. Шамамен 5-6 минут миксерлеуіміз мүмкін. Міне біздің массамыз осылай ағарды және көлем жағынан ұлғайды. Ендеше осы массамызға құрғақ ингредиенттеріміздің жартысын електен өткізе отырып қосамыз. Сонан соң сұйық майымыз бен сүтімізді қоса отырып, кезектестіріп, осылай миксерлеп араластырамыз. Бірден бәрін сүтіміздің құйып жіберуге болмайды. Себебі біздің массамыз жатып қалуы мүмкін. Сол себепті осы қағиданы сақтана отырып, араластырып, бисквитіміздің қамырын жасаймыз. Биік диаметрі 18 сантиметрлік кольцоның түпкі жағына фольганы ораймыз және қамырымызды құямыз. Осы қамырымыз бір тегіс әдемі болып шығу үшін бетін тағы да фольгамен жабамыз. Бірақ менде фольга болмағандықтан жаппадым. Егер фольгамен жабатын болсаңыздар, фольганы жауып 30 минут пісіріңіздер, кейін фольганы алып тастап тағы 15 минут пісіріңіздер. Қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 45 минут пісіреміз. Міне біздің бисквитіміз дайын болды. Оны формадан босатып, аударып, толығымен суытамыз. Енді нуга жасаймыз. Ол үшін пешке қоятын ыдысымызға сүтімізді, құмшекеріміздің көп бөлігін және глюкоза сиробын қосамыз. Барлығын араластырып, бір шетке қоя тұрамыз. Енді шоколадымызды микротолқынды пеште ертіп аламыз және желатинімізді су құйып бұқтырып аламыз. Сонан соң пешке қоятын ыдысымызды пешке жай отқа қоямыз және де қайнағанша араластырсақ болады. Қайнаған соң араластырмаймыз. Осы массамызды 118 градусқа дейін алып баруымыз қажет. Біздің сиробымыз шамамен 110 градусқа жеткен кезде біз жұмыртқаның ағын миксерлеуді бастауымыз қажет. Жұмыртқамыздың ағына тұзымызды қоса отырып миксерлейміз. Көп көпіршік пайда болған кезде осы массамызға құмшекерімізді біртіндеп қоса отырып, миксердің жылдамдығын ұлғайта отырып миксерлейміз. Осы массамыз өзін-өзі ұстап тұратындай болған кезде, яғни тапамызды аударған кезде аударылмайтындай болса, миксерлеуді тоқтатамыз. Міне енді осы массамызға 118 градусқа жеткен сиробымызды біртіндеп құя отырып, миксерлеуді тоқтатпай ары қарай араластырамыз. Венчикке осы сиробымыз тиіп кетпеуі керек. Енді осы массамызға ертілген шоколадымызды қоса отырып миксерлейміз. Шоколадымызды араластырып болған соң, желатинімізді микроволновкада ертіп аламыз және оны осыған қоса отырып тағы да араластырамыз. Енді 16 сантиметрлік кольцоға пищевой пленкамен түбін тартып, осыны тақтайдың үстіне қойып алып, нугамызды құямыз және осыны морозильникке шамамен 10-11 сағатқа салып қоямыз. Бірақ біздің нугамыз морозильникте қатып қалмайды, соны ескеріңіздер. Карамель дайындаймыз. Ол үшін түбі қалың ыдысымызға құмшекерімізді тегіс қылып жайып шығамыз.
Сонан соң жай отта осы құмшекеріміз ерігенін күтеміз. Біртіндеп бірінші алдымен шет жақтары ери бастайды, сонан соң ортасына қарай ериді. Сол кезде кішкене араластырып, не болмаса сапамызды алып қозғасақ болады. Бірақтан да оға дейін біз құмшекерімізге тиіспейміз, яғни қасықпен қозғап, не болмаса басқа нәрсемен қозғауға болмайды. Міне бізде шет-шеттері ери бастады. Осы кезде кішкене тапаны алып, ары-бері қозғап, қалған құмшекерімізді толығымен ерігенін күтеміз. Міндетті түрде құмшекерімізді толығымен ерігенін күтуіміз қажет. Құмшекерімізді толығымен ерітіп аламыз. Құрамында ешқандай құмшекердің ерімеген түйіршіктері қалмаған кезде бөлме температурасындағы сары майды қосып араластырамыз. Осы кезде абай болыңыздар, өте ыстық болғандықтан карамеліміз қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Енді ысып тұрған сливкімізді құямыз. Мен микротолқынды пеште ерітіп алдым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осы массамыз тез су үшін бөлек ыдысқа құйып аламыз. 50-60 градусқа дейін карамелімізді суытамыз. Суыған карамелімізге алдын ала бұқтырылған желатинімізді микротолқынды пеште 2-3 секундқа салып алып карамелімізді толығымен суытуымыз қажет. Суыту барысында міндетті түрде осылай араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Карамеліміз толығымен суыған соң мусс дайындауды бастаймыз. Ол үшін шоколадымызға ыстық сүтімізді құйып 1 минут күтеміз. 1 минуттан соң осы массамызды жақсылап араластырып, шоколад пен сүтімізді біртекті масса болғанша араластыруымыз қажет. Міне біздің шоколадымыз бен сүтіміз толығымен осылай араластырды. Құрамында шоколадтың ешқандай ерімеген түйіршігі қалған жоқ. Енді алдын ала бұқтырылған желатинімізді микротолқынды пеште ерітіп аламыз және осы массамызға қоса отырып жақсылап араластырамыз. Мұздай 33-35% сливкімізді миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, жылдамдықты ұлғайта отырып, еріген балмұздаққа ұқсаған масса шыққанша миксерлейміз. Бисквитіміздің төбе жағын алып тастаймыз және теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Осындай әдемі бисквит шығады бізде. Тортымызды жинайтын ыдысымыз дайындаймыз. Ол үшін қатты подложкамызға кольцо қоямыз. Оған ішіне ацетатный пленканы қойып, бір кожымызды төменгі жағына қоямыз. Сливкіміз осылай ерген балмұздаққа ұқсаған масса болған кезде оған суыған шоколадымызды қоса отырып, осылай лопатканың көмегімен не болмаса венчикпен араластырамыз. Біздің муссымыз дайын. Мен толығымен жақсылап араластыру үшін венчикпен де лопаткамен де араластырдым. Енді осы муссты теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Холодильникте тұрған, яғни морозильникте тұрған нугамызды шығарамыз. Ол үшін қолымызды аздап майлап аламыз. Солай осылай формадан шығарып, босатып аламыз. Тортымызды жинауға кірісеміз. Ол үшін муссымызды құямыз. Оны бір тегіс қылып қасықпен жайып шығамыз. Мусстың бетінен карамеліміздің жартысын құйып, қасықпен жайып шығамыз және бетінен тағы да аздап мусстан құйып, тортымызды келесі коржбен жабатын боламыз. Тағы да аздап мусстан құйып, қасықпен жайып шығамыз. Сонан соң нугамызды абайлап саламыз. Және аздап мусстан құямыз және де жайып шығамыз. Келесі коржымызды қоямыз, аздап мусстан құйып, қасықпен жайып шығамыз. Карамельден құямыз, оны да жаямыз, бетінен қайтадан мусстан құйып, мусспен жауып, ең беткі жағын коржбен жабамыз. Осы тортымызды бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке кем дегенде 7-8 сағатқа салып қоямыз. Осы тортымыз өз қалпына келу керек, яғни муссымыз қатқанша қойып қоямыз. Біздің тортымыз дайын. Оны ганашпен қаптадым. Ганаштың рецепті менің YouTube каналымда бар. Описанияда ссылкасын қалдыратын боламын. Енді тортымыздың арасын көрейік. Тортымыз оңай және әдемі кесілу үшін ыстық
құрғақ пышақпен кескендеріңіз дұрыс. Осындай әдем болып шықты. Менің арнамда бұдан да басқа торттардың рецепттері бар. Кіріп көріп жасасаңыздар болады.